Мен Николай Островский атындағы кітапхананың тұрақты оқырманы боламын. Кітап және уақыт бағдарламасына қатыса отырып, бүгін қазақ халқына әйгілі ақындардың бірі Мұқағали Мақатаевтың шәмілге жазылған хаттарының бірін оқитын боламын. Махаббат бүгін және қарамады. Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады, жанымды жаралады. Шәміл-ау, білесің бе шын махаббат осылай қарамаудан жаралады, деп Мұқағали өзінің мұңын Шәмілге айтқан, ақыл кеңес сұраған. Және де бұл Мұқағали мен Шәміл ажырамас дос болған. Күрең күндердің көлеңкесінде қалған кезде екеуі бір-бірін іздеп тұрған. Және де бұл әдеби байланыс екі ақынның өмірінің соңына дейін жалғасқан. Бұл екі ақынның таныстығы қалай басталды? Екі ақынның таныстығына себепші болған Әнуарбек Дүйсенбиев. Бір отырыста да Әнуарбек Дүйсенбиев пен Мұқағали атамыз сөзге келіп қалады. Сол кезде Әнуарбек Дүйсенбиев айтады: "Сен қоймасаң, мен сені Шәміл ағама айтып беремін", деді. Сол кезде Мұқағали атамыз сескеніп қалады. Яғни оның ойында Шәміл деген бір алпамыс, алып жігіт секілді көрінді. Бірақ та кездескенде Шәміл деген бойы сұңғақ бойлы, арық келген, қолдары шыбықтай нәзік жігіт болып көрінді. Сол кезде Мұқағали атамыз өзінің алданғанын түсінді. Бірақ та осы жағдайдан кейін Шәміл мен Мұқағали атамыз ажырамас досқа айналған екен. Мұқағали атамыз бен Шәміл ақын бір-бірін аз жырға қоспаған. Осы Мұқағали Мақатаев және де басқа да ақындар жайлы біздің Николай Островский атындағы кітапханадан оқуға шақырамын.